Намаз дініңіздің тірегі, иманыңыздың өлшем бірлігі. Намаз жаратқанның бұйрығы, құлшылықтың ұлығы. Бұл Алланың сүйген құлына ғана беретін ұлы нығметі. Алайда мұны біле тұра кейде таң намазына тұру үшін тәтті ұйқымызды қиып жылы төсектен көтеріле алмай қалып жатамыз. Дәрет алып келуді қиын сынамыз. Мұндайда қайтпек керек. Хадисте кім құптан намазын жамағатпен бірге оқыса, онда ол түннің тең жартысын құлшылықпен өткізгендей болады. Ал таң намазын жамағатпен бірге оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең демей ме? Жамағатқа ілеспесек те таң намазының 2 ракаты сүннеті бүкіл әлем мен оның ішіндегі бар байлықтан артық емес пе? Мұншама сауаптан ешкімнің де құр қалғысы келмейтіні анық. Ендеше таңғы намазға тұруды жеңілдететін бірнеше кеңесті оқып берейік. Біріншісі, ықыласты ниетті түзеу. Себебі амалдар ниетке байланысты. Әрдайым таң намазының артықшылықтарын еске түсірсеңіз, ықыласыңыз да арта түспек. Екінші, дұға мұсылманның қаруы. Таңғы құлшылыққа тұрғызуды Алладан сұрайық. Себебі иманды сыйлаған да адамның иесі де әлемдердің Раббысы. Үшінші, барынша ерте жатуға тырысыңыз. Белгілі бір тәртіпке түсудің амалдарын қарастырыңыз. Сүннет бойынша оң жақ қырын мен оң қол жаққа қойып жату да ұйқысыздықты қашырады. Төртінші, Бұхариден келген хадисте ұйқы алдында да намазға дайындалғандай дәрет алып жату бұйырылған. Дәретпен болған адам шайтанның жамандығынан сақталып періштелердің қорғауында болады. Бесінші, екінті және ақшам намаздарынан кейін ұйықтап қалып жүрмеңіз. Бұл түнгі ұйқыны қашыратын маңызды себептердің бірі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын құптан намазының алдында ұйықтамаған, құптан намазынан кейін артық әңгіме айтпаған. Алтыншы, мүмкіндік болса 5-нен кейін жарты сағат ұйықтап алыңыз. Жетінші, оятарды барынша алыс жерге қойыңыз, оны тұрып өшіргенде ұйқыңыз ашылуы мүмкін. Сегізінші, жанашыр адамдарыңыздан оятуды сұраңыз. Тоғызыншы, шектен тыс және ауыр тамақтардан тыйылыңыз. Ұйқы алдында тіптен тамақ жемеген дұрыс. Оныншы, оятардың дауысын ести сала тұрып кетуді әдетке айналдыру қажет. Оятарды бірнеше уақытқа қойыңыз. Ұйқыдан ояна сала Алланы еске алу және қуылған шайтаннан Аллаға сыйыну. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, сендерден кез келгенін ұйықтағанда шайтан оның желкесіне 3 түйін байлап, әр қайсысына сенің түнің ұзақ болады, ұйықта деп түйген жерінен ұрады. Егер адам оянып Алланы еске алса, онда бірінші түйін шешіледі. Ал егер дәрет алса, екінші түйін шешіледі. Ал егер намаз оқыса, онда үшінші түйіні шешіледі деген. 11. Ұйқыдан оянғанда айтылатын дұғаны ұмытпау. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Мағынасы, өлгеннен кейін қайта тірілткен Аллаға мадақ болғай. Өлгеннен кейін қайта тірілуіміз тек оған ғана тән. 13. Жарық қосқыш қол жетімді жерде тұрса бірден жағыңыз. Бұл да ұйқының ашылуына себеп болады. Оятарды тура таң намазының уақытына қойыңыз. Әйтпегенде әлгі уақыт бар деп ұйықтап кетуіңіз мүмкін. Таң намазының сауаптарын еске түсіріңіз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, таң намазын оқыған адам Алланың панасында болады және Алла ол үшін еш нәрсе талап етпейді. Алла түнде қараңғыда мешітке барған адамның жүзін қиямет күні нұрландырады. Мені құрметті жамағат, иншалла Алла тағала таң намазына тұруымыз нәсіп етсін, таң намазында тұрып құлшылық жасауымызды Алла нәсіп етсін.